Баршаңызға қайырлы күн болсын достар. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте жұмсақ әрі дәмді шығатын сәбізден пирог дайындаймын. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге үккіштен өткізілген сәбіз, ұн, қант, сұйық май, жұмыртқа және қопсытқыш қажет болады. Барлығын грамдарымен төменге жазып қалдырамын. Алдыменен үш жұмыртқамызға қантымызды салып, аппақ масса болғанша осылай миксерлеп алатын боламыз, 2 есе көтерілгенше. Осылай 2 есе көтерілді. Енді бізге миксер қажет емес. Сұйық майымызды құйып, венчикпен бір араластырып, үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Үккіштің ең кішкентай көзінен өткізілген болуы қажет. Осылай бір араластырып алып, үстінен алдын ала еленген ұнымыздың барлығын бөлудің қажеті жоқ. Барлығын салып, бұны да бір араластырып алып, үстінен қопсытқышымызды салып, барлығын бір келгі болғанша бір араластырып алатын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай барлығын бір келгі етіп араластырып алдық. 22 сантиметрлік формаға құйып, осылай алдын ала қызып тұрған 150 градустағы пешке 35-40 минутта пісіп шығады. 20 сантиметрлік форма қолдансаңыздар да болады. Пирогымыз пісіп шықты. 10 минуттай күтіп, формасына пышақтың көмегімен алып шығамыз. Үстіне мен қант ұнтағын септім. Өз еріктеріңізше әрине. Осылай жылы күйінде де кессеңіздер болады, немесе суығаннан кейін барып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Кесіп жатқаннан ақ белгілі, қарап тұрсаңыздар, мүлдем сәбіздің дәмі білінбейді. Сәбіз жемейтін жандар үшін таптырмас пирог болып табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Түрінің өзі өте тәбет ашарлық әдемі болып шықты. Мүлдем бұндай дәмді болып шығады деп ойлаған жоқпын. Арасы толықтай піскен, ешқандай шикі емес. Сәбізінде жегенде ешқандай түйіршік болып қалмайды. Міндетті түрде жасап комментарийге бөлісе кетіңіздер.